Сәлем достар, мен Атырау қаласының ең жас блогері Бақытжан Амирамын. Поэзия падишасы жерлес ақын апамыз Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына орай және ақынның өлеңдерін насихаттау мақсатында челлендж жариялаймын. Фариза Оңғарсынова, әкеме. Әкем біреу, анам да біреу менің. Мен жығылсам сүйенер тіреулерім. Олар барда мереке көргенемен, қабақтарын шытқанын түнергенін. Менің досым әкесін жек көреді, бізбен ісі жоқ оның деп сөгеді. Жамандайды сыртынан тістенеді, бір-біріне бітпейді өкпелері. Дос тапса да адамдар тапса дағы, әке жалғыз табылмас ақшаға да. Жамандасаң әкеңді саған әкеп, жақсы әкесін бере ме басқа бала? Әке білек саусағы балалары, қан тамырмен жалғасқан аралары, ана тамыр бойымен бәріне де тіршіліктің жылуы таралады. Бұл челленджді Каспия Ньюс телеканал ұжымына, Атырау қаласының химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне, номері 40-шы мектептің мұғалімдері мен оқушыларына, Сапсан оқу орталығының ұжымына, айтыскер ақын Шалқарбай ағама, жерлес әнші Бейбіт Кушкалиев ағама, ақтаулық жас блогер Жансұлуға және барлық менің оқырмандарыма жолдаймын.